Süresiniz mi? Sürekli mi? Bana böyle olsak, bunda biz birinci trening sabahtan başlayız. Trening sabahtan koydurursa bize, ne koydururuz trening sabahtan? Kazak hayatı. Ya, Kazak'ın tuğlaları trening sabahtan başlayız. Yeniden, o'sha yerda suretga biz Kazak'ın qanday tanlov tuğlalarını taniylikimiz. Atab bera olamizmi? Kim tanitimiz? Yaxshi, Sara, Sayar. Ibrahim Sari. Kim bor? Aytaman. Maqsad Jumayev aytganimiz. Tag'da aytmagan tanlov tuğlalarni kimga beramiz? Shu qanday qanday Kazak'ın turmush yo'li biliriz kerak. Yazık davranışlar aytibmi? Az. Qanday tuğlalar? Jambu Shabbat, Batam, Shamshqabaya, Tumamaymo'da yetib turib, o'sha yerda Ibrahim Sari. Жалпы bizde Kazak'ın tanlov tuğlaları, ya'ni bugungi savatning treningi. Yaxshi, olay bo'lsa, biz bolalar uy topshirmasida qanday taqdirda qarash topshirma? Geografiya qarashdi, ya'ni yer ekologiya. Yaxshi. Olay bo'lsa bizga ekologiya bo'yicha uy topshirmasini hozir chiqib o'rganib bo'lamiz. Nimasi? Qanday endi geografiyalik qabul zamliklar, ya? Yaxshi. Uy topshirmasi bo'yicha mana shu yerda Yevropa xalq quramdan kiradi dedi. Niye kiradi Yevropa xalq quramdan? Al aytaman. Atmosferалық түрдегі қабатты литосфераның жоғары қабаты гидросфераның биосфера. Жақсы, өте жақсы дұрыс. Келесі. Бізде жердің тышқы қабы бар. Биосфера. Білеміз ғой балалар, бұнға, иә? Келесі. Ең үлкен тұрған кешенде мата. Кім атап келеді? Мен айтамын. Материя темір, мұхиттар ең үлкен тұрған кешендері. Жақсы. Бізде географиялық қабықтың жылдық ырғақтылығы бар. Ырғақтылық бар ғой? Қайсы жылда жылдық ырғақтылығы? Айта ғой? Жердің күнді айналуы. Географиялық ырғақтылыққа. Жақсы. Адал азамат бойынша біз білеміз, тәрбиелене. Адал азамат бойынша біз үнемі жауапкершілікті табыстың кілті дейді. 23 жылы бізде Түркияда не болды балар? Жер сілкінісі болды балар, иә? Сол жер сілкінісі кезде біз қандай жауапкершілікті бар мамандардың көмек жіберіп жатыр, иә? Көмек жасымыз. Мына жерде жаңа салықтық біздің факт бойынша анықта айтса. Бүгінгі тақырып ашылар кетті болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы факт бойынша анықта айтса. Яғни жаңа сабақ бойынша факт бойынша айтса, мынау жасыл көпір, смарт грид, смарт виллаж, Париж келісімі, Киото келісімі. Естігенсіздер ғой осылар? Бұлардың барлығы не болуы мүмкін? Қандай түйіндейсіздер бұлар? Жасыл көпір білеміз ба? Экологияның жақсартуға бағытталған мақсаты бар жобалар. Өте жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымыз біздің ғаламдық экологиялық проблемалар. Ғаламдық экологиялық проблемалар қазіргі таңда өте ұлттық. Бәрімізде экологиялық проблема ғаламызда мәселе болып тұр. Бала сенің аударма қазір мен Қазақстанның паспорты деп сендерге жаңалық қарағым және кері байланыс бірге берейін деп тұрмын. Бұл жерде балар не істейміз? Бұл жерде балар біз қазір аударма бір-бір таратамын. Бір-біреуін таратамын. Мына жерде алдарында телефонға салсақ, мына жерде өзіміздің әрбір тұлғаны өз көрсетіп тұрады. Мына жерде бірден қанша балға дейін тұр? 10 балға дейін. Сосын сабақта мен белсенді болдым, пассивті болдым, көңіл-күйім жақсы болды деп, әрқайсының әр сабақ сайын алған балдармен көңіл-күйлерімен өстесінде сабақта кері байланысты жасап отырасың. Түсінді ма? Ұмытпаймыз балар, иә? Олай болса мәселемен тарап берем. Бүгін адамзаттың ортақ проблемасы. Табиғи ортаның ластануы, озон қабатының қысқаруы, климаттың өзгеруі
не түсіндіріп алады. Бұл жерде қандай мәселе әлемдік экологиялық мәселелер туралы айтылады. Бұл жерде көптеген конференцияларда жиналыстар өтіп, әлемде қалай экологиялық мәселелерден қозғалып болады. келісім және конференциялар өткен екен. Жануарларды қорғау, экологияны қорғау. Тағы не айта аламыз? Тағы не айта аламыз? Айтады тағы. Адамдар тек қана өздерінің экономикалық мәселелерді ғана ойламай, сонымен қатар экологиялық мәселелерді ойлау керек. Себебі қанша ұлттар, қанша діндер бар болғанымен, адамдардың барлығы бір жерде болса, значит, бір проблеманы шешулер керек. Бүкіл ел болып емес не дейді? Жер ортақ, әлем ортақ, қоғам болып, және бүкіл ел болып істеуіміз керек дейді. Әлемде экологиялық мәселелерді шешуге атсалысуымыз керек деп болады. Жақсы, отыра ғой. Енді қараңыз, бүгінгі тақырыпта біз Біріккен ұлттар ұйымының қайғылы 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында қоршаған орта және даму жөнінде дүниежүзілік конференция тұрақты даму концепциясы қабылданып кетті. Яғни бұл жерде бұл 92 жылы осы негізгі тұжырымдамалар неден қандай мәселеден тұрды? Бірінші не дейді? Адам жерімізде өмір сүру құқығына ие болу керек деп тұр. Және де екіншісіне де қоршаған ортаға бөлігіне айналу қажет. Және де не дейді? Дара қарастыру. Дара дегеніміз не? Өз алдына жеке қарастырмай, қоғам болып, әлем болып қарастыруымыз керек. Және де қоршаған ортаны жақсарту мен сақтау қажеттігін қазір ғана емес, не істейді? Болашақ ұрпаққа да не істеуіміз керек деп тұр? Қамтамасыз ету керек. Яғни бүгін ғана ол нәрсе емес, келешекте де жаңағы пайдасын тигізуіміз керек. Осы тұрақты даму концепциясы неден тұрады дейді? Үш құрамдас бөліктен тұрады дейді. Тұрақты даму концепциясы бұл. Біріншісіне экожүйелерді пайдалану, яғни тиімді экономика, әділетті қоғам. Осы үшеуін бірдей тұрақты даму яғни концепциясы үшеуін осылай тығыз бір-бірімен байланыстырсақ, не істейді? Шешілетін, экологиялық мәселе шешіледі. Жақсы. Енді біз мына жерде не көріп тұрмыз? Не дейді? 1923 жылы не болған дейді? Халықаралық табиғатты қорғау конгресі өткен екен. Яғни табиғатты қорғау деп тұр. Конгрес өткен екен. Қай жылы? 23 жылы. Келесі де бізде 28 жыл не болыпты? Халықаралық табиғатты қорғау қай қалада? Брюссель, Бельгия. Ал бала дайын өтіп па? Сенің уақыттарың кезі. Бірінші топта сендерді қай хаттама бойынша? Киото хаттамасы бойынша. Айтайықшы, Киото хаттама бойынша. Бірінші сұрақта не тұр? Бірінші сұрақта Киото хаттамасы туралы. Киото хаттамасы не үшін қабылданды? Киото хаттамасы 1997 жылы Жапонияда қабылданды. Оның басты мақсаты табиғи газдарды шығындыларын қысқартуға бағытталды. Екінші сұрақта не дейді? Айтады дамыз. Бұл хаттамада қандай табиғи газдарды азайту көзделеді? Белгілі газ шығару лимиттеледі, аз шығарған ел оны сатады, ал қалған елдер оны сатпайды. Бұл жерде бізде конфликттік газдарды қолдануды 5 немесе 8%-ға азайтып отырған. Келесі екінші топ. Екінші топта бізде сендердің екінші топ Париж келісімі. Париж келісімінің мақсаты қандай? Париж келісімінің негізгі мақсаты қандай? Париж келісімі оның негізгі мақсаты жаһандық температураны 2 градустан көтеріп кеткені, 1,5 градус деңгейінде ұстап қалу. Өте жақсы. Қазір баланың жылыну, проблема болды. Тағы да келесі екінші сендерде 1,5 градусқа шектеу нені білдіреді дейді? Кім айтады? Айтып көрші. Жаһандық материалдың
1,5 градусты дейін ұстап қалу 2015 жылдағы Париж келісімінің мақсаты болды. Мақсаты болды, өте жақсы. Яғни келісім климатқа бейімделуі және жаңартылған жаңартылған энергияға көшуді және төмен көміртекті дамуды қолдайды. Тұрақты даму тұжырымдамасы бойынша ақпараттарды пайдаланып ақпараттарды таныстырады. Тұрақты даму ұғымы 1987 жылы ұсынылды. Бұл план комиссиясы алғаш рет ресми түрде анықтама берді. Тұрақты дамудың үш бөлігі бар. балалар, мына жерде екінші тапсырма даталар сөйлейді, немесе дарап даталарды анықтап дейді. Мына жерде кішкене сендерді бір көп емес, 2 минут уақыт берейік. Мына 2 топ осы даталарды екіге бөліп алып, сызып, қазір даталарға тез жауап берейік. Сендерде екінші жақтан дүниежүзілік су басқарады. Екінші жақтан қандай бөлгеді? Екінші топ тыңдап отырайықшы, дұрыс па? Екінші жақтан келесі 19 жақтан ғаш келді. Үшінші 14 наурыз геологтар. Геологтар күні. Келесі 22 наурыз негізі су ресурстары күні. су жақсы. Бірінші 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күні. 4 маусым қоршаған ортаны қорғау. Жақсы. 22 сәуір халықаралық жер күні. Берінде дейді, яғни Швейцария астанасы болады, білеміздер, Берінде. Өткен алғашқы халықаралық табиғатты қорғау конференциясының мақсаты қол көтерейікші қазір. Айта қойыңыз. Табиғатты қорғау күштерін біріктіру. Табиғатты қорғау күштерін біріктіру. Дұрыс па, қалай? Келіп байланысты сұрағына төбесін баспасына кетші. Экологиялық мәселелері енді қолдарындағы әрқайсының балдарында неше балл болды? Сен 10 балл болма, әрқайсының өздері. Жаңа сенші жауап берген ғой. 9 балл. Итуған 8 балл. Қайыр бір қашық, 9 балл. Сен 10 балл. Тамақ көп рахмет үй тапсырмасын жазып күтіп алыңдар.